Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр. Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп, тән бұзылса тұрағым бұзылар деп. Ыстық, суқақ, аштықтан сақтау үшін зұлымдық пен айланы қылады сеп. Айуан етін, терісін, сүт пен күшін, ара балын, су балық, жер жемісін, құс денесін, жүні мен жұмыртқасын сақтап жүр ғой дейсіз бе адам үшін? Олардың да ойы бар өсіп өнбек, кімге оңай өмір өтіп, оты сөнбек. Адамның таза ақылы жанды қимай, амалсыз қиянатқа о да көнбек. Сөйтіп ақыл бере алмай адал көмек, зұлымдықпен адамды адам жемек. Адал еңбек, ақ пейіл мейірім жоқ, осы болар таза ақыл өлді демек. Сондықтан адам залым, әлемге жау, ебін тапса қоймайды ешкімді сау. Жер білсе адамзаттың бұл қылығын, үстінен бәрін төгіп тастар еді-ау. Олай қылмай билесе бәрін ақыл, еш қиянат қылмаса зорлық тақыл. Таза еңбек пен тағдырдан пайдаланса, адамды сонда адам деген мақұл.